Орталық балалар кітапханасы сіздердің назарларыңызға қол өнері қазақтың төл өнері атты онлайн көрмені ұсынады. Қазақстан сәндік қол өнері біздің түрі ұлттық, мазмұны қазақ мәдениетіміздің құрамды бөлігі. Оны дамыта отырып, жерлерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас ұрпақтарға насихаттау, қол өнері бұйымдарының сапасын арттыра беру аса құрметті және игілікті іс болмақ. Дәркембай Шоқпарұлы «Қазақтың қол өнері» атты кітабы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қолөнер шебері, суретші, этнодизайнер Дәркембай Шоқпарұлы бұл альбомда халқымыздың ою-өрнек өнері, металл, ағаш, тері тәрізді материалдарды көркемдеп, өңдеудің қыры мен сырын, технологиялық тәсілдерін, құрал-жабдық атауларын жатық тілмен жан-жақты қамтып, қызғылықты баяндайды. Иллюстрациялық материалдары мол бұл альбом жастар мен студенттерге, өнер зерттеушісі, мәдениет танушыларға, этнографтарға, сондай-ақ жалпы өнер сүйер көпшілік қауымға арналған. Нұрпейісов Әбдікәрім «Қазақ халқының ою-өрнегі» кітабы. Әбдікәрім Нұрпейісов көп жылдардан бері қазақтың ою үлгілерін жасаумен, оларды жүйелеу ісімен шұғылданып жүрген зерттеуші шебер. Бұл альбомға оның 240-тан астам еңбегі іріктеліп алынып отыр. Олардың арасынан дәстүрлі ою-өрнек пішімінде жасалған үлгілермен қатар, автордың тікелей өз қиялынан туған өрнектердің сан қилы жаңа өрімдері де көп ұшырасады. Альбом халық өнерін сүйетін барша қауымға арналады. Оразқұлова «Қалдыкөл. Өмірдің алуан бояулары» атты кітабы. Бұл жинаққа қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуы, дамуы, өткені мен бүгіні және болашағы жайлы танымдық мақалалар, фотосуреттер еніп отыр. Қазақ бейнелеу өнерінің де әлемдік көркем сурет өнерінің бір бөлшегі ретінде өзіндік мәнері, қолтаңбасы, ұлттық ерекшеліктері бар. Бұл кітапта қазақ бейнелеу өнерінің әртүрлі буын өкілдерінің сурет салу мәнері, техникасы, тақырыптық композициялық ерекшеліктері жайлы сөз болады. Қазақстан кескіндемесі атты кітап. Кітаптың мақсаты өзіне тән жеке стилистикалардың, жанрлық ерекшеліктердің әртүрлігіне сай Қазақстанның заманауи живописінің өзіндік келбетін жасау. Кітап өнерге қызығатындар үшін өте пайдалы. Кен асылы жерде, сөз асылы елде дегендей, өнер түрлі елде мол. Халықпен бірге жасап келеді және жасай береді.